Сәлем достар, бүгін біз панкейк әзірлейтін боламыз. Құрамы өте қарапайым заттардан тұрады. Құрғақ ыдысымызға жұмыртқаларымызды салып, оның үстіне қант қосып, жақсылап көпіргенше араластырамыз. Қант пен жұмыртқа араласқан қоспамызға сүтімізді құйып, тағы да араластырып аламыз. Бір ыдысымызға ұнымыз бен топсытқышымызды араластырып алып, електен бөле отыра өткіземіз. Алдын ала ерітілген сары майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Қыздырылған табамызға қоспамызды салып, мынандай түйіршіктер шыққан соң арғы бетіне ауыстырамыз. Мінекей, біздің панкейкіміз әзір болды. Сіздерге ортасын ашып көрсетейін. Өте жұмсақ. Осы видеоны лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Сіздермен болған мен Айзока.